Абай атамызда баламды мен медресеге біл деп бердім, шен алсын қызмет қылсын деп бермедім, баламды медресеге біл деп бердім дейді. Біл деген не? Алланы танысын, пайғамбарын танысын, мына дүниеге не үшін келді, не істеу керек, ертең бара жатқан жері қай жер, соны білсін, кіммен қалай мәміле жасау керек білсін, адамның ақысы, Алланың ақысы, жаратылыстың ақысы дегендей барлығының ақысын үйренсін, білсін деп бердім дейді. Жай ғана жаңағы кітаптарды оқып бітіріп кету үшін емес. Бәлкім діннің руханиятын сіңіре отырып, бойына сіңіре отырып, жақсы адам, кемел мұсылман деңгейіне көтеріліп бітіріп шықсын деген ниетпен бердім дейді баламды. Сондықтан да мына дін оқып жатқан, медресе оқып жатқан, осы біздің қара шаңырағымыз Нұр Мүбарак Египет Ислам университетінде оқып жатқан балаларға менің айтқым келетіні, Алла тағаламен байланысты күшейтсеңіздер. Өйткені ілім де сол Алладан. Алла тағала ілімді қалаған пендесіне береді. Сен оны көп оқумен, көп жазумен ала алмауың мүмкінсің. Бірақ Алла тағала көкейіңді ашып беретін болса, әп-сәттің ішінде саған ілім қондырады.